Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге қазіргі таңда өзбектерде хит болып жатқан бурама чак-чагының ең керемет рецептісімен бөліскім келеді. Жасалуында кішкене өзгешеліктер бар. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Енді чак-чактың қамырын дайындаймыз. Ыдысымызға жұмыртқаның ағын бөліп алып саламыз. Үстіне шым-шым тұзымызды салып, аппақ болып көпіргенше миксерлейміз. Аппақ болып көпіргеннен кейін үстіне сарысын салып, екеуі араласып кеткенше кішкене ғана миксерлейміз. Енді үстіне ас содасын салып кішкене ғана миксерлейміз. Содан соң үстіне електен өткізілген ұнымызды бөліп саламыз. Кішкене лопаткамен араластырып, қалғанын қолмен иілейтін боламыз. Міне осындай қатты жұмсақ емес, қатты қалың емес, орташа қамыр шығу керек. Енді салафанның ішіне салып ораймыз, үстіне жауып 20 минутқа қоямыз. 20 минуттан соң столға кішкене ұн сеуіп, қамырымызды басып қоямыз. Тағы да бетін жауып 20 минутқа қалдырамыз. Қамырымыз да дайын болды. Енді қамырымызға аз-аздан ұн сеуіп жайып шығатын боламыз. Қамырымызды жайып болдық. Енді осы қамырымыздың жартысына ғана сұйық май жағамыз. Жартысы солай құрғақ күйінде қалады. Енді май жағылмаған бетін, май жағылған бетіне апарып, қолымызбен үстінен 1-2 сипап, тегістеп шығамыз. Енді дайын болған қамырымыздың үстіне 4 саусағымызды қойып, өлшеп кесіп аламыз. Алдыңғы қамырымызды кесіп болдық. Енді 1 саусақты қойып өлшеп алып, бәрін осылай кесіп шығатын боламыз. Қамырларымызды кесіп болдық. Енді кескен қамырымызды құрғақ таза матамыздың үстіне немесе осындай қағаздың үстіне түзіліп қойып шығамыз. Жабысып қалмас үшін 5 минутқа қоямыз. Бетін жаппасаңыздар да болады. Міне қамырымыз 5 минут тұрды. Енді қызып тұрған майға 5-6 қамырдан салып, жақсылап сарғайғанша араластырамыз. Міне осылай тез араластыруымыз керек. Осылай бұралып шығуы керек. Арасында бұралмағандарды болады, ол ештеме етпейді. Міне чак-чактарымыз да дайын болды. Енді осы жақсы бұралғандарын бөлек ыдысқа салып алдым. Енді сиропымызды дайындаймыз. Бірінші қантымызды саламыз, үстіне суымызды құйып, жақсылап араластырып тұрамыз. Кішкене қайнап бастаған кезде 1 ас қасық лимон согын құямыз. Қайнап жатқанда үстіне балымызды саламыз. Тағы да қайнағанша араластырамыз. 10-15 минуттай қайнатуымыз керек. Араластырып тұруды ұмытпаңыздар. Міне сиропымыз да дайын болды. Осы ыстық
Сиропты чакчактын үстүнө куюп жакшылап аралаштырабыз. Аралаштырып болдук. Енді чакчактарыбызды осындай ыдыска саламыз. Тыгыздап саламыз. Салып болгондон кийин колубузду суулап, үстүнөн басып тарелкамызга саламыз. Сол кезде әдемі форма чыгады. Экинчисинде дәл осылай жасап чыгабыз. Бөлүп алган чакчактарыбызды енді үстүнө әдемилеп коюп чыгатын боламыз. Міне чакчагымыз да дайын болды. Мен үстүнө мак сүйөп чыктым. Енді чаймен асыкпай отырып ише берсеңиздер болады. Чакчак шын мәнісінде дәмі өте керемет болып шықты. Сіздерге міндетті түрде ұнайды деген ойдамын. Осы рецептпен жасап көрсеңіздер, кейін басқа рецепт мүлдем ұнамайтын болады. Міндетті түрде осы рецептпен дайындап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қараған болсаңыздар, лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.